мектеп бітірдім, ұбт тапсырдым, қаншама IELTS емтихан, шығармашылық емтихан, көбінесе стресс болды ол кездерде. Бірақ көп еңбектің арқасында осылай осындай күшті университетте, Қазақстанның Гарвардында грантта оқып жүрмін, журналистика мамандығында. Сол мен айналамдағы адамдар көбінесе көмектесті. Айналамда күшті қыздар болды, құрылғыларым көп болды. Олар түсінеді мені дегендейші. Әрдайым қолдайды, көмектесуге дайын. Солардың арқасында мен осындай то есть студенттік өмірге не өту оңай болды. Гүлназбен біз ең алғаш рет жатақханада бірге таныстық. Ол кезде Гүлназбен ең алғашқы кездесуіміз біздің комнатада болды. Гүлназ менен жұлдыз туралы сұраған. Сосын мен жұлдызбен де Гүлназбен де сол кезде танысып кеттім. Гүлназ маған өте ашық, жарқын адам болып көрінді. Ең алдымен маған Гүлназдың жан-жақтылығы ұнайды. Ол өте шығармашыл адам. Кітап оқу десе де, аспаптарда ойнау десе де, сурет салу десе де, барлық жағынан Гүлназ өте шығармашыл және өте талғампаз адам. Маған оның өзін ұстауы, стилі, сол жағы өте қатты ұнайды. Және ол әрдайым қолдау көрсетуге дайын. Жалпы музыкамен айналысқан ұнайды. Мен өзім музыкалық аспаптарды ойнаймын. Оның ішінде домбыра бар, гитара бар, фортепиано бар. И осы жылы скрипкада ойнауды бастадым. Себебі маған классика ұнайды. И басында қиын болады, әрине қиын. Әр бір затты бастағанда қиын болады, бірақ егер сен оны жақсы көрсең, қиындықтарға төтеп бере аласың. Абайдың көзінің қарасын үйреніп жүру. И Элвис Преслидің Can't Help Falling in Love with You. А так гаммаларды ойнаймын. Джаз ұнайды, классикалық музыка ұнайды, попса ұнайды. Бол. Жоқ, андай рок-н-ролл ойбайды, жоқ, ондайлар қатты ұнамайды, себебі олар қатты нетеді, шумный. Бақыт деген негізі мен үшін андай не, әлі мен білмеймін бақыт деген не екен, оны айту үшін вот бақыт деген осы деп мен оған әлі жету керек шығармын. Бірақ өмірлік көзқарасы бойынша бақыт деген қанша сәттерден өтіп, жасың келеді ғой, сол кезде жалғыз қалмау, бақыт деген сол. Айналаңда адамдар болу, достарың көп болу, адал достарың көп болу, отбасың болғаны, немере шөберелерін жүгіріп жүргендері, соның бәрі бақыт. Қасында жақсы көретін адам болса, сол бақыт. Қателіктерден қорықпау керек деп айтар едім. Қателік жасамаған, қателіктердің өзінен, то есть қателіктерді жасамағаннан қорқу керек деп санаймын. Себебі қателіктерден біз үйренеміз. Сөйтіп Маттеу Саид айтқандай, принцип черного ящика кітабында қателіктерден үйрену керекпіз.